достар, менің есімім Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын қызылшадан нан дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Рецептерін описание бөліміне жазып кеттім. Сол жерден қарай аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызылша анемияға пайдасы зор, сондықтан бұл нанды аптасына 2 рет жасап жеңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін тұз саламыз. Ашытқымызды саламыз. Одан кейін жылы сары майымызды саламыз. Одан кейін жылы суымызды құямыз. Су жылы болғаны дұрыс. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне қызылшамызды саламыз. Менде қызылша свежий. Свежий күйінде бұны қайнатпаймыз. Свежий күйінде майда үкіштен өткізіп алып саламыз. Қызылшаны қайнатпағанымыз дұрыс. Қайнатсақ, оның дәмінің бәрі шығып кетеді. Сондықтан свежий күйінде қызылшаны үкіштен өткізіп алғанымыз дұрыс. Енді жақсылап араластырамыз. Енді менде ұнды мен ситадан өткізіп алдым. Ситадан өткізіп алғанымыз дұрыс. Сол кезде біздің ұнымыз жақсы көтеріледі. Біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Ал енді мен осы екеуін біріктіретін боламын. Осы қызылшадан жасалған массаны ұнның үстіне салып отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Мен қолымның көмегімен араластырамын. Себебі маған қолыммен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлысын істей беріңіздер. Ең бастысы қолдарыңыз таза болса болғаны. Осылайша біз қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Мінекей, менің қамырым дайын. Жақсылап илеп алдым. Енді осыны майдың көмегімен шет-шетін жақсылап біріктіріп аламыз. Енді осыны біз бетіне салафан кигізіп, жылы орамалмен орап, 30 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қараңыздар, қамырымыз ашыды, қалай көтерілген. Міне 30 минут тұрды. Енді біз осыны майдың көмегімен жақсылап бір басы илеп аламыз. Астынан бастап жоғарыға қарай илеген дұрыс. Сол кезде астыда барлығы алынатын болады. Осылай бір басып алғанымыз дұрыс. Сол кезде біздің нанымыз өте әдемі болып шығады. Мінекей, бір басып алдық. Енді осыны тағы да 10 минутқа қойып аламыз, содан соң пісіре беретін боламыз. Мінекей, менің қамырым дайын, 10 минут тұрды, жақсы көтерілді. Енді осымен нанды баса берсек болады. Мен батоннан жасаймын. Батонның граммы 650 грамды бөліп аламын. Менде осындай таразы. Сіздер өз көз мөлшерлеріңізбен бөле берсеңіз де болады, қалаларыңыз бойынша. Мінекей, мен 650 грамм қамырды бөліп алдым. Енді осыны жаятын боламыз. Қолмен де жайсаңыздар да болады, немесе осындай оқтаудың көмегімен де жайсаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Маған қолмен жайған өте ыңғайлы. Мінекей, мен қамырымды осылай жайып алдым. Қолдың көмегімен де осылай басып жіберсеңіздер болады. Енді осы қамырымызды алып, орайтын боламыз. Рулетті орағандай немесе колбаса сияқты осылай орайтын боламыз. Мына жағын осылай бір-біріне жақсылап біріктіреміз. Ажырап кетпес үшін осылай жақсылап біріктірген дұрыс. Мінекей, келесі бетіне аудардым. Менің қамырым дайын. Енді осыныңызды пышақпен осылай жайлап кесіп шықсақ болады. Бұны да өздеріңіз білесіздер, кессеңіздер де болады, кеспесеңіздер де болады. Маған өзіме осындай ұнайды. Сәнді болып көрінеді. Сондықтан осылай кесіп қоямын. Енді осының үстіне кукурузный крахмал, немесе картофельный крахмал, қандай крахмал бар, солардан кішкене сепсеңіздер болады. Менде ұнды да сепсеңіздер болады. Ұннан осылай сеуіп қоямын. Піскенде әдемі болып көріну үшін. Енді осыны 180 градуста 30 минуттан пісіретін боламыз.
Biz batон nanimizdan artilgan qamirdan kishigirим etib булочкаларды жасайтын боламыз. Qamirlardan осылай бөліп аламыз. Қолымыздың көмегімен домалақ етіп дөңгелетіп, енді осыны мен мына жерге бір жұмыртқаны араластырып алдым. Соған қамырымыздың бас жағын ғана матырып, енді күншекке матырып, пешіміздің табақтарына сала беретін боламыз. Осылай араларын алшақ-алшақ етіп салғандарымыз дұрыс, себебі бұл піскен кезде, көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Осылай әр қамырды алған кезде қолдарыңызды осылай майлап алғандарыңыз дұрыс, себебі қамыр қолға жабысып қалады. Мінекей, осылай дөңгелетіп, жұмыртқамызға матырып, күнжетке матырып, сіздер күнжетті ұнатпасаңыздар, оны қоспасаңыздар да болады. Мінекей, менің булочкаларым дайын. Енді осыны 180 градуста 30 минуттан пісіріп аламыз. Бірақ қарап тұрғандарыңыз да дұрыс. Міне достар, нандарымыз дайын болды. Өте тәмді әрі жұмсақ болып шықты. Мінекей, мен сіздерге көрсету үшін кесіп дайындап қойдым. Астарыңыз дәмді болсын.